Қой, өтірік соқпа. Прикол ұстамаш. Қасересің да. Осылар бар ғой. Адамда андай бір тупой деп санайды ғой бар ғой. Өзі бір-біріне звондап атқылын жатса. Менен өтірік айтып шықпайды екен. Қазір ене мен келіннің ментальный связін тексеретін боламыз. Бісміллә, мама, қорқам. Сәлем саламыз. Не салыңыздар? Аха. Бір көз жұмамыз. Бір қол көтересіздер. Аха. Бір сан көрсетеміз. Айналамыз. Бір аяқ көтереміз. Мінекей Алла қалап, ақырындап көктемде келе жатыр. Тіпті оңтүстік жақта күн ысып кеткен шығар. Жаз келе адамдар уже тонна косметиканы қатты қолданғысы келмейді. Şu şalının kolunu tavalmayız. Anasını berip, nasıl berip kedi жақпай қалып. Надо сөзін еттім. Ne? Onda Indiyadan күшті чай алып келген Taj Mahal ба? Басқа шай. Бізді қамады. Маманың тұңғыш ұлы. Тоқшы емес. Мен бағып отырған балам. Бағып отырған баласы. Үлкен қара. Кәрі кезінде туған. Тәрбиесі бағынбай кетеді дегенде. Бағынбай кетеді андай. Қырсық шал болып кетеді. Қырсығы. Жаңында жылады ғой. Неге? Жанкаға жалып айты. Бәлсе көзі кесеміз. Не үшін жыладың мама? Одан екеуіне телефоннан ағар жамандарды мен бәрі жаман екеуіне бір көрсетіп отырдым. Мына Жанекеге мен бір жамандап тастадым. Неде жамандап жүрсің? Одан аға шықты. Екі бар айлашын, екеуіне құтылған жасық. Жіберем бізді бағасындар. Әмірді бер десем бермеймін дейді. Мен бір жамандап тастадым. Неде жамандап жүрсің? Одан аға шықты. Екі бар айлашын, екеуіне құтылған жасық. Жіберем бізді бағасындар. Әмірді бер десем бермеймін дейді. Сұлтан мен Ахмедәліді берем дей ма? Неге жалғыз етіп жүрсің бір шалыңа? Осырық шалың. Ертең қыздарына пайда жоқ, кетеді жан жаққа. Қалатын осы шалың қасында. Бәріміз кетеміз, маған алдыңмандар. Қажымыр ғой, қажымыр, Алла. Как не естіп тұр оқығанда, бәрін естіп тұр. Біз ғой, мен безмонтаж каканы сала салатынымда. Қажымыр алып кетеді. Ақпаратдан қауіптеніп жүру керек. Ақпарат кеткен өзім шошып кетемін. Болымсыз нәрсеге қажымырланып кетіп қалған. Қытымыр шалды ішіме бәрі. Иә. Қытымыр кемпірдер болып шықты, келіннен көрсетті. Түште бапа, түште. Келіннен көрсетпейтін. Сіз еркелейді ғой мама. Қартайған шағында бала, еркек адам ол бала сияқты болады дейді. Еркелігін көтерсеңіз ертең қандай? Сіздің жаннаттыңыз күйеуіңіздің табанының астында. Ертең біз жасқа келгенде сендерді көресіңдер, değil mi? Иә. Үлкеннің әкесі сонда